Жалғастырайық. Жол, су, электр жарығы жоқ Шымкент қаласы әкімінің кезекті кездесуі Сайрам тұрғын алабында өткізілді. Мәдениет үйіне жиналған тұрғындар инфрақұрылым жүйесінің жоқтығымен көтерілген мәселелер мардымсыз қалып жатқандығы туралы арызын жеткізді. Бәрін жасаймыз деп жиынды жапқан Мұрат Айтеновке 20-ға жуық арыз түсіп, сөз жүзінде берілген уәделер сол күйі қалып кетпесе деген өтініштер айтылды. Үшінші мегаполис халқының саны 1.112.739 адамға жетті. Бұл өткен жылғы көрсеткіш. Мамандардың мәліметінше 2050 жылға дейін 2,5 миллион тұрғынға жетеді деп болжануда. Алайда азаматтардың саны көбейген сайын түйткілді мәселелер саны артатыны белгілі. Яғни қазірдің өзінде 1 миллионнан астам халқы бар қалада 3247,6 шақырым жолдың әлі күнге дейін 31,5% шағал күйінде қалған. Ал 4,9% жаңбыр жауса, лайбатпаққа толатын топырақ көше болса, ауыз суды арбамен тасып ішіп, бағаналардың жоқтығынан электр сымдарын ағашқа тіреп қойған жерлерде жоқ емес. Бірақ әкім Айтенов мәселелер ретімен шешіліп жатыр деп сендірді. Биылғы жылы бізде бұл бағытта 32 миллиард теңге қаражат бөлінді, 182 жалпы жоба жасалады. Бұл бағытта айта кетейік. Бүгінгі күнде мына 25 жылға дейін жалпы елді мекендердің бәріне асфальт төсеуге жоспарлап отырмыз. Ең бастысы күштің бәрі 25 жылғы мына қосылған елді мекендерге асфальт төсеу. Сол себептен мына аудандар елді мекендерді аралап жүр, өздеріңіз де білесіздер. Мына қоғамдық, Бақыдар Мадалиш айтып кетті ғой, әр елді мекенде қоғамдық белсенділер бар. Сол белсенділерге біз 5 жылға дейін жоспар дамуын бердік. Қай көше қашан асфальт жасалатын бәрі бар. Әр жылда бұл бағытта қаражат қаралып, мына депутаттармен 25 жылға дейін бекітіп қойғанбыз. Мегаполистегі мәселелерден бұрын 50 минут қала дамуына тоқталған Мұрат Дүйсенбекұлы Сайрам тұрғын алабы тұрғындарына Қаратау ауданының су жаңа әкімін таныстырды. Қаратау ауданы әкімнің қызметін сенімді түрде қолға алған Мүлкеманов бірден алдағы атқарылар жұмыстардың барысын баяндады. Сайрам тұрғын алабы бойынша халық саны 40.700, 6809 үй бар, 80 көше бар, 11 мектеп, 7 балабақша бар, спорт алаңшасы 2. Ауыз сумен қазіргі 95% қамтылған, электрмен 100% қамтылған, табиғи газбен 90% қамтылған. Келесі жол бойынша келетін болсақ, көше саны 80, асфальтталған жолы 41, тас жолы 39, 21 жылы 4 көше бүлдірді, 22 жылы 6 көшеге жоспарда еніп тұр, 23-ке 25, 24-те 13 көше, 25-те 2 көше. Жарықтандыру келетін болсақ, 80 көшенің қазіргі таңда 2 көшесі жарықтандырылған, 19 жылы 1 көше болса, 22-де 3 көше жарықтандыруға енгізіліп отыр. Сонымен қатар 23-те 2 көше, 24-те 2 көше, 25-те 2 көше. Былтыр 21 жылы 2 спорт алаңшасы орнатылды, 22 жылы 2 спорт алаңшасы салу жоспарлап отырмыз. Хош, сағаттап айтылған қисабы көп цифрлар көкейін сауал кернеген тұрғындардың ұйқысын келтірді. 1,5 сағатқа жуық уақыттан соң арызын арқылаған ағайынға да кезек берілді. Бірі салынар жолда асыға күтіп жүргенін жеткізсе, енді бірі Асқар Мырзахмет басшылық жасаған кезіндегі қарияларға берген ғимараттан айырылып қалғандарын айтып, мәселенің шешімін сұрады. Мен сізге былтыр сентябрьден бастап кіре алмай жүрмін. Өйткені сіздің уақытыңыз жоқ, замдарыңызға кірбем, менің вопросымды шеше алмады. Бұл вопрос бүкіл қаланың вопросы. Сізге қаланың әкімі ретінде айтқым келеді. Біздің орталық паркті білесіз. Сол жерде біздің бұрыннан Совет үкіметі кезінен шахмат клубымыз болған. Ағаштан істелінген. Сосын мына реконструкция жасаған кезде әкім Асқар Мырзахметовтің кезінде. Оны бұзып орнына салып береміз деді шахматный клуб. Қазір бір 200-дей шахматшы біз бармыз да қалада. Қазір көшеде қалдық біз. Оны бізге салып берді Мырзахметов. Шахматты клубымыз тұр. Оны ардагерлер кеңесі деген бір кеңес келді де, фамилиясын ұмытып қалдым бір. Бұрын партияда істеген кісі. Сөйтіп бізді қуып шығып тартып алды. Біздің зданиеміз тұр әлі парктың ішінде. Соны сізден сұранам, сол біздің шахматты клубымызды қайтып берсеңіз. Рахмет, бұл мәселеде мен хабардармын. Сіз бірінші қала тұрғыны емес бұл мәселенің шығып отқанын. Бәрін өзіңіз айтып бердіңіз. Ана ғимарат қазір Түркістан облысының ардагерлері қолданып отыр. Бүгінде біз Түркістан облысымен жоспарымыз бар. 25 жылға дейін қай ғимараттарды ол қаланың есебіне қайтарады. Біз мен тапсырмасыма сәйкес жұмыспен қамту орталығының басты
басшысына тапсырма бердім. Тек қана бұл орталық саябақта емес, төрт ауданда біреу-біреуден біздің ғимараттарды қолданып, жан-жақты қол. Қазір бізде мына қаядан да реабилитационный центріміз бар. Нұрсат пен Нұртас мөлтек аудандарының ортасында орналасқан шатқал қоқысқа толды. Қалтадан қаржы төлеп тазалатуға тырысқанымен, жолдың жоқтығынан тазалаушы мекемелер барудан бас тартады. Мұнан өзге жолдың батпаққа толып тұрғанын көргенде мегаполистің орталығы деуге ауыз бармайды. Бұл Қаратау ауданы тұрғындарының арызы. Біздің үйлеріміз, мынау Нұрсат пен Нұртастың арасында шатқал бар ғой. Сол шатқалдың бойындағы үйлеріміз. Бір 10 шақты, 15 шақты үйіміз бар. Және тағы бір көше, мынау шулаға қарсы тағы бір көше, сол екі көше асфальттамаған, ең болмаса таста төселмеген, батпақ лай, әнегін жаңбырда мысалы машиналар тығылып, ЧС-ті шақырып, зорға суларды откачивать етіп, сөйтіп жүрген едік. Сол мәселені шешсеңіздер, жол мәселесін, одан кейін свет мәселесі, энергопотокпен шешсеңіздер, мегацентрге оқсамайды. Одан кейін шатқалдың ішінде тоже мусор тастайды, қоқымдарды тастайды, строительный материалдарды тастайды. Ояқта то жол саламыз деп, то бір нәрсе саламыз деп не алып жатыр, бірақ негізі қоқым басып кеткен. Қарап шықмаған 3 күн ішінде баяндаймыз. Түсінікті? Бәрін жазып берді. Сайрам тұрғын алабында 200 отбасы тұратын бір ауыл заман ағымынан қалып кеткен. Тіпті ауыз су таппағанда 4 түлікпен бірге арықтағы лай суды ішуге мәжбүр болған. 15 жылдан бері айтылған арыздың еш шешімі табылмай, биліктегі басшылардан қайран болмаған соң қара халық миллиондап қаржы жинап, көгілдір отын мен электр желісін жүргізген. Су мен жол мәселесін шешіп берсе деген өтінішке басшылардың берер жауабы біреу ғана болған. Яғни келер жылы мен жабулы қазан жабулы күйінде қалып келген. Әйтеновті таңырқатқан өтініштің жауабы еш өзгеріссіз қалды. Енді бұл су бұл ахуалда, көше ахуалы, одан да бәттер, ештеңе жоқ. Өзіміз тастап, өрберлеріні жөндейміз. Әр жылы сол ахуал, ақша жина, не емады? Әр жылы сол ахуал 15 жылдан бері. Енді мен өзім ақсақал болып істеп өзі, мұна бетімді қамады, өзімді адам болмай қалдым. Сол жағдайда келіп, мен өзім 4 жылдан бері су турасында түсем қалаға. Мен таниды, департаментте отырған, коммунальный департаментте отырғандар, өзім сөйлестім, бетпе-бет отырып. Арғы жылы сметасы дайын, арғы жылы сметасы дайын, құжаттар дайын, бюджеттен пұл кесе болды деп 4 жылдан мәселе тоқтаттым жазуымды. Ахуал бірақ мынау. Келесі жылы 21 көше бар Сайрамда. Соның ішінде жаңағы айтқан Исмаил ата да бар, Фурхат та бар, Атой көшелері бар. Бар көшелер бар. Мұз ауданда дұрыс не амаған шығар, бізде тұр бәрі, паспорттың бәрі. Осы паспортпен жұмыс. Ата естіп алсыз қой да? Миллионды қала, республика көлеміндегі 3-ші ірі мегаполис саналған Шымкентте атқарылар шаруалар жетерлік. Бір өкініштісі, қолға алынған жұмыстың уақыт өтпей былығы шығып, жауапты басшылар шағымға белшеден батып жататындығы. Бір істі екі қайтара жасаған жұмыстар туралы да әкім кездесуінде айтылды. Дәлірек айтқанда қыруар қаржы қаралып, алайда ойдым күйге түскен жолдар ендігі жерде жасаған мердігердің мойнына жүктелетіндігін алға тартқан Мұрат Дүйсенбекұлы айтылған арыздар енді назардан тыс қалмайды деп сендірді. Мақсат Тоқсанбай, Ақжол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.